Осы бір техниканы білу арқылы мен бір жағынан денсаулығымды сақтап, бір жағынан фокусымды сақтап жүрмін. Ол қалай дейсіз бе? Осы видеода толыққанды айтып беретін боламын. Соңына дейін көріңіз. Ол техника ол помодоро деп аталады. Помодоро техникасы көбінесе 25-те 5 болып бөлінеді, яғни 25 минут жұмыс істейсіз, 5 минут демаласыз. Ал кейбір жағдайларда ол көбейе береді, яғни 50 минут жұмыс, 10 минут демаласыз деген сияқты. Оны өзіңіз қойып алсаңыз болады. Бірақ стандартты түрде 25-те 5 деп аталады. Бұл помодоро техникасының ерекшелігі, сіз 25 минут жұмыс істеп, фокусыңызды барынша соған қоясыз. 5 минутта соның бәрін қайталауға немесе демалуға арнасаңыз болады. Бұның ерекшелігі, сіз ұзақ уақыт бойы отырмай, сіз пара-параға бөлесіз, яғни бөліктерге бөлесіз өзіңіздің. Немесе мысалға айтайық, сіз сабақ оқып отырсыз, сізге ұзақ сабақ оқу керек болады. Бірақ сізге ұзақ отырудың қажеті жоқ. Сіз жай ғана 25, яғни 30 минуттан бөлесіз, 25 минутын оқып, 5 минутын демалып отырсаңыз, сол сізге көмектеседі. Себебі помодоро техникасы арқылы сіз денсаулығыңызды сақтай аласыз. Мысалға айтайық, сіз көп отыра берсеңіз, сізде арқа ауруы басталады. Бұл ең жаман нәрселердің бірі. Сол үшін сіз денсаулығыңызды сақтау үшін помодоро техникасын қолдануыңыз тиіс. Бұл көп жағдайда білінбеуі мүмкін, бірақ кейбір адамдарда ол бар деген сөз. Себебі олар помодоро техникасын қолданбайды. Ал фокус жағын айтатын болсам, мен 8 немесе 7 сағат оқу кезінде мен помодоро техникасын қолданатын. Себебі ол мені шаршатпайды және сабақ оқуға мені итермелейтін күш ретінде болады. Себебі 25 минут оқып 5 минут демалған соң ары қарай келесі бөлікке өтуге маған мотивация болады. Егер бұл видео сізге пайдалы болатын болса, бұл видеоға лайк басып қойыңыз және арнама тіркеліп қойыңыз. Себебі осындай пайдалы видеолар тұрақты түрде шығады.